Ал ендеше бүгін бізді қонақта Бахрам Бекболат ағайымыз. Ағай, сәлеметсіз бе? Осы көрермендерге өзіңізді кішігірім таныстырып өтсеңіз. Мен осы Қазығұрт ауданының тумасымын. Әкем Абдулла Бахрамов 1937 жылы осы жерге қызметке келіпті. Осы ауданда 37 жылдан бері өмірі осы жерде өткен. 41 жылы соғысқа кетіп, 47 жылы осы жерде келіп, ауданның құрметті азаматы. Мен де осы ауданның тумасымын. Осы ауданда баяғыда Ленин мектебі дейді. Осы жерде сол Ленин мектебі 74 жылы бітіріп, онан кейін Россияда, Тамбовта университет бітірдім. Тарих, орыс тілі маманы бойынша. Мен осы Алматыда комсомолда істедік. Одан кейін осы ауданға келіп, осы жердегі Сатпаев мектепте мен біраз зам директор болып істедім. Одан кейін сол аудандық басшылар шешті. 2000-нан астам оқушы болғаннан кейін там бір мектеп ашу керек болды. Сонымен сол шешімменен осы баяғы қазір колледж дейміз, кәсіп техникалық училище, сол жерден мектеп, Тұрар Рысқұлов мектебі ашылды. Оған мектепті ашқан себеп әрине сол бір дестен где-то бір 700-800 оқушы біз жинады бұл жерде. Мектептің атын алу үшін ақылдасып қандай ат қоямыз деп, ол кезде Сасқұқаев Әділ деген соғыс ардагері бар еді. Ол кісіменен ақылдасып, менің орынбасарым Кеңес Төрехолов деген азамат бар еді. Сонымен үйіне барып ақылдасып, қандай ат қояйық деп осы мектепке деп, сол кісі соған айтты. Осы Тұрар Рысқұлов болсамларын дұрыс болады деп. Сол Тұрар Рысқұлов мектебі ашылды салтанатты түрде. Сол мектепте мен басшы болып 87 жылдан бастап сол мектепті ашып, коллективті жинап, ол жерге керемет коллектив болды, жастар келді. Сонымен осы аудандағы спорт жағынан болсын, мәдениет жағынан болсын, ауданда 70-тен астам мектеп болса, соның алдың қатарында еді. Мысалы, сол жылдар 80 жылда Наурыз мерекесінде ауданның басшылары бірінші марапат бізге берді.